Оңтүстік Қазақстанда келесі жылы қуаты 40 мегаватт болатын жел электр станциясы іске қосылады. Ал 2019 жылға дейін 44 мегаватт қуат өндіретін 6 шағын су электр және 4 фотоэлектр станциясын салу жоспарланып отыр. Бұл туралы жасыл экономика тақырыбына орай Шымкентте өткен халықаралық инвестициялық форумда айтылды. Жиынға Қазақстан мен ақш, Германия, Италия, Оңтүстік Корея сияқты мемлекеттерден 300-ден астам ғалым қатысты. Олар елімізде биыл қабылданған жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасымен жан-жақты танысып, өздерін қызықтырған сауалдарға жауап алды. Жасыл экономиканың бір саласы туризм индустриясын дамыту. Оңтүстікте де бұл бағытта бірнеше жоба жүзеге асырылуда. Форум аясында облыстық әкімдік, Шымкент инновация мекемесі және басқа да кәсіпорындар арасында ынтымақтастық жөнінде бірнеше меморандумға қол қойылды. Инвестицияның жалпы құны 35 миллиард теңгеден асады. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілдері мұндай жиындар болашақта еліміздің басқа өңірлерінде де ұйымдастырылатынын айтады. Жасыл экономиканы іске асыру үшін жеке инвесторлар өте қажет. Сондықтан бүгінгі осы форумның бірінші мақсаты осы жеке инвесторлардың қандай жобалар бар екенін, осы оңтүстік Қазақстанның регионда қандай технологияларды дайын кезде өндіріске қазір өндіретін жағдай. Екіншіден, үкімет жағынан, біздің министрлік жағынан бұларға қандай көмек жасау керек, қандай құжаттар, қандай нормативті базаны өзгертуді жасайтын, осы жақсы әңгіме болып жатыр. Туризм саласы деген президент айтып отыр, ең маңызды сала. Бұл сіз облыс бойынша біздерде мастер-план бар. Мастер-план бойынша біздер үш регион, үш основной направлениені қарап отырмыз. Бұл деген Түркістан, бұл Сарыағаш курорттар, сосын деген Қасқасу деген горнолыжный курорт деген салғысы келіп отыр. Сол бұл негізінде сол үшеуін деген дамытсақ жақсы болады деп санап отырмыз. Себебі деген бұл регионда өте көп халық бар.